Көбейту және бөлу амалдарын орындау кезіндегі 0 мен 1-дің қасиеттерін қайталайық. 0-ге көбейтуді қарастырайық. 0 мен 4-тің көбейтіндісін қосындыға алмастырайық. Егер кез келген санды 0-ге көбейтсең, 0 шығады. Көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін еске түсір. Егер кез келген санды 0-ге көбейтсең, 0 шығады. Қорытынды: егер көбейткіштердің бірі 0-ге тең болса, онда көбейтіндінің мәні 0-ге тең. Егер 0-ді кез келген санға бөлсек, 0 шығады. Маңызды ережені есте сақта. Санды 0-ге бөлуге болмайды. Санды 0-ге көбейту қасиетін есте сақта. А көбейту 0 тең болады 0. Санды 0-ге бөлуге болмайды.